Ya, otur. Ne үшін келдің? Машина бұзылып, үйде кішкентай ауырып, біраз қарызға кіріп кеттім. Бауырымсың ғой, өзің көмектеспегенде кім көмектеседі? Өзің сол машина бар, дұрыс айдай алмайсың ғой бауыржан. Біз қанша айтамайып, қада ойны қарабайда, мотор су майна қара деймін. Қарамағасын ба өзің, бұзғасын. Мен бұзған жоқпын ба машина, өзің бұздың. Балаң ауырып жатса, сен балаңға ауырып жатқан енді. Ақша таппайсың ба дәріге? Үстіп көшеде әркімнен сұрап жүресің бе өстіп? Машинаңды сат та, дәрі-дәрмегін ал, қарызын төле. Зато ешкімнен қарыз болмай жүресің, жай жүрсің де. Мен де беретін жерлерім бар. Бір досым бар бауырым. Сол сұрақ қойып еді, ақша соған берем деп қойдым. Оның үстінде мен де өзім пландарым бар да. Бала шағам киіндіру керекпін. Жеңгеме бір нәрсе әперу керекпін. Ертең саған берсем, сен қайтарамай қаласың, көріп тұрмын мен жағдайын сен. Біз бауыр емеспіз бе? Дұрыс, бауырымыз. Бір нанды бөлісіп бір киімді де кидік екеуміз. Бірақ ол балалық шақ кезде ғой, бауырмалдық деген. Қазір өстік қой. Әркімнің өзінің қазаны бар. Әркім өз арбасын өзі тартады. Бір істесейші, маған не дейсің? Ақшалай болмаса да, ем болмағанда сөз жәрдем болар ма деп едім. Бауырың бөтен болып, бөтен адам жақын болған заман екен ғой. Бауырың барда, бақытсызмын дей көрме деген екеумізге арналмаған екен. Жарайды, бір амалын табар. Ağa ana tırlık gününde birin qadrlау керек, birin сыйлау керек. Ağa ana birin жақсы көру керек. Ağa ana ең жақын адамың сенің. Ағаң aның ең жақын адамың сен. Өкінішке орай болсын, бізде ağa ananın qadri қалмай жатыр. Bir-birin сыйламайды ağa ana. Bir-birin іздемейді ağa ana.